Анашым, әкешіме айтыңызшы, маған велик алып берсін. Жарайды. Балалардың бәрінде велик бар, менде ғана жоқ. Сосын олар велик айдай алады, әкелері үйреткен екен. Ал мен болсам, Нұрбектің велигін айдай алмадым. Нұрбекке әкесі келесі жылы көлік айдауды үйретемін деп айтыпты. Балам, Нұрбек саған әшейін айта салған ғой? Әкемде көлік бар ғой, ә? Иә? Ол бізді қашан көлігімен қыдыртады? Білмеймін, балам. Қазір хабарласып сұрайықшы. Не қыласың, балам? Оның жұмысы көп. Қол тимейді оның. Неге мен хабарласам алады ғой? Сен жаттадың ба өзі? Ертең әкең хабарласқанда не айтасың ал? Біз соңғы рет жазда тауға шыққанбыз. Қыста суық болады ғой. Ал біз қыста да шыға береміз. Алдыңғы аптада әкем алып барып, тауда кәуап пісіріп берген. Ей, әкең жайлы айтпасай, Аружан әке-шешесі ажырасып кеткен ғой. Менің ба кім айтты? Анашым айтты, соттасып ажырасқан деді. Не ол ажырасу деген? Әкелерінен бөлек тұрады деген сөз. Бірге тұрамыз, ешкім ажыраспаған. Онда неге әкең мүлде көрінбейді? Өйткені ол жұмыста. Ой, қойш, біздің де әкеміз жұмыс істейді ғой, бірақ күнде үйге келеді. Демек сенің маман өтірік айта салған. Өтірік емес, мен мамам өтірік айтпайды. Аружан, қайда кеттің? Нең бар еді ренжітіп? Ренжісе, ажырасқаны рас. Ей, түс шанадан, қан кім алды еді? Нұрик маған айдай тұруға берді. Сен одан ұрлап алдың ғой. Ол өзі берді маған ойнай тұруға. Нұрик, айтсай. Бекат бекерге таяқ жеп қоласың. Ей, балалар, не істеп жатсыңдар? Қойыңдар. Не болды? Саламат. Уалейкум ассалам. Мына бала мен досым шанасын ұрлап алды. Тыңдаңдар. Қайсың батырсыңдар? Мен. Әуелгі болып кешірім сұраған, сол нағыз батыр бала. Ал енді алғашқы болып кешірім берген, сол ең күшті бала. Ал енді ең бірінші болып ұмытқан бала, ол ең бақытты бала. Енді қайтадан сұрайын. Қайсың батырсыңдар? Қызым, тамағыңды же, сабағыңа кешігесің ғой. Жемеймін. Жесеш, қарның ашады ғой. Сендер әкеммен ажырасып кеттіңдер ма? Оны саған кім айтты? Алуаға мамасы солай айтыпты. Қызым, біз ажырасқан жоқпыз. Онда әкем неге үйге келмейді? Ол бізді тастап кетті ма? Арука, алтыным сол. Әкеңнің қазір жұмысы өте көп. Әкем көп ақша тауып келем деп кетті ғой. Бәрі шеттерінен өтірікші. Ой, жан, мен малтынымге қапты ғой. Әкем келді ма? Саған тағы кім не айтты? Ештеңе? Кешір, Жан, бар тез киіміңді ауыстырып келе, тамағың жейсің. Дүбір дала, дабыс шыл, дабыр ашыл. Ат қосқандай бәйгеге ауылдасыр. Күн күркіреп, жалт ойнап өтіп жатыр. 20-шы жас ғасыр, дауыл ғасыр. Жөнім менің, жатта қапсың ғой, жарайсың балам. Анашым, әкешіме хабарласамыз ба? Мен жаттауым дайын ғой. Жұмыстан келейін, көреміз сосын. Мынау, мен ұмытып кетпей тұрғанда беріп кетейін, е? Сумкаңа салып қойма, ертеңгі сабағыңа. Жақсы балам. Сағи, жылқылардың жем шөбі түгел ма? Иә, түгел өткенде бәрін алдырғанбыз. Бақшаны құла келді, қайтынан алдыру керек, бері қарай. Алматыдағы ма? Иә.
соны кірісші, жарай ма? Ерболат түстен кейін 20 қап жем жібереді, соны күтіп ал. Болсын. Ау. Не? Қай аурухана? Жарайды қазір. Майра, Раян қалай? Келіпсің ғой әйтеуір. Енді келмегенде ше, не болып қалды өзі? Түсқастарын беріп, жұмысқа кеткем. Раян үйде жалғыз қалған. Кесем тұншығып жерде құлап жатыр. Сәлеметсіз бе, дәрігер? Сәлеметсіздер ме? Мен Раянның әкесі едім. Раянның жағдайы қалай? Раян жағдайы жақсы. Не болған сонда? Балаларыңыз тиын жұтып қойған. Тиын? Мектепке алып барсын деп, столдың үстіне қойып кеткем тиынды. Қорқатын ештеңе жоқ. Құдай сақтап, тиын өңешінен өтіп асқазанына түсіп кетті. Бөгде зат болғаннан кейін іші сәл ауырады. Табиғи жолмен тиын түсуі тиіс. Уайымдайтын ештеңе жоқ. Рахмет. Жақсы, рахмет. Аружан қайда? Оның жағдайы қалай? Жүр ғой осында Аружан. Сосын хабарлассайшы өзімен. Айтпайды ол маған ештеңе. Мен онсыз да балаларымды күніге көргім келіп тұрады. Келде көр. Не біреу сенің көзіңді байлап қойды ма? Неге сен осындайсың, не? Жұрттың әйелдері ұқсап, алдап, қулық жасап ұстап қалмайсың ба? Азынан кешке дейін бажылдай бермей. Сен ұстап қалатындай кішкентай баласың ба? Әкесісің ғой осылардың. Мен үшін болмаса да жауапкершілікті ал солар үшін. Сол балаларым үшін мен күндіз-түні жұмыс істеп жүрмін. Оларға ақша емес, әке керек біріншіден. Әлі жұмысыңды сылтауратады екенсің ғой. Жұмысыңа бөгет жасадық қой біз. Ажырастың сол үшін. Бақытты болып жүрген шығарсың енді жұмысыңмен. Ойбай. Мен емес қой ажырасқаннан сен ғой. Мен балаларымды ешқашан тастаған емеспін. Раян, ата-анасы, кіре берсеңіздер болады. Иә. Балама рахмет. Балам, мені қатты қорқыттың ғой. Ішін қойын деді ма? Кішкене. Оны қалай жұтып жүрсің? Ол тамаққа түседі. Түседі, ішіңе түседі. Содан соң ішінде ауыртады. Содан кейін ішіндегі тиын бар ғой? Раян, мені жіберші, Раян, мені жіберші дейді. Оны қалай жұтып жүрсің, балам? Әкешім. Ей, жаным сол. Қошақаным менің. Сен мен сағындың ба? Я, сіз бізге қайтып келдіңіз ба? Енді кетпейсіз ғой, я? Қызым, мен сендер тастаған жоқпын ғой. Әкешіңнің жұмыстан қолы тимей жүр. Бүгін қаласыз ба? Әрине қалам. Раян жақсы болам дегенше. Әкешім, өткенде уәде берген едіңіз ғой. Үйге барып ойнайықшы. Ойнаймыз, балам. Мен де сіздермен ойнайым. Ей, жаным сол.
Не болды, кімді іздеп жүрсің? Аружанды ма? Аулада жүр ғой қыздармен. Анашым, үйде жейтін дым жоқ қо. Тоңазытқышта ботқа тұр ғой, нан мен май бар, алда жіберсейші, не болды, қарның ашты ма? Жоқ, әкешім келіп қалса дастарханға қоятын ештеңе жоқ екен. Әкешің келетін болса, өз алып келсін жейтін нәрсесін. Не істеп жатсыңдар? Тренд түсірейін деп жатырмыз. Келсей? Қандай тренд? Қазір көрсетем. Неге ойыншық алып шыққансың? Жайын айт, кеше әкем алып келді. Әкең келді ма? Я, енді барлығын әкесі жұмыстан келеді ғой. Немесе Раян ауырғаннан кейін келген шығар. Я, айтпақшы, кеше жедел жәрдеммен алып кеткен еді ғой. Жағдайы қалай? Ай, жануар. Аяқ алысы бөлеге. Сағи? Иә. Ау, Майра. Не? Тағы да ма? Қабай. Жарайды. Қазір болам. Сағи, жақсы. Ұлым, саған не болған? Тиінді қайта жұтып. Әлді ақшанды Аружан тартып алып жүрме, а? Жоқ, әкемен не істеймін оның ақшасын? Сұлуым сол, әзілдеп жатырмын ғой. Ондайынды қой. Тиіннің бәрін жұтатын болсан, сен бізді банкротқа ұшыратасың ғой, а? Әлде сенің ағзанда темір жетіспеушілік бар ма? Майра, осы балаға аяғын ауыр кезде темірге жерік болдың ба? Қошақандарым, сендер аман болсаңдар болды. Әкешім, бүгін мына ойыншықты құрастырайықшы. Осыдан 4 кішкентай машина құрастыруға болады екен. Бүгін ерте кетуім керек. Асығыс едім. Келесі жолы. Жарай ма, балам? Азақ ойнаймыз, өтініш 10 минут. Болды, балам. Дәрігер саған кішкене жатып тынық деді. Әкең жұмысқа асығып тұр ғой. Қайда қойын? Жаным, ақыл көп қой. Келесі келгенде міндетті түрде құрастырамыз. Жарай ма? Ал, жарайды. Мен кетейін. Қызым сол. Жарайды, Майра. Жақсы. Айтпақшы, балаларға бас көз болсай, қайта тиын жұтқан несі? Жарайды, ойымдама. Жақсы. Әкешім, тиын беріңізші. Тиын? Қазір. Міне, ала ғой. Жоқ, тиын. Қызым, мына одан да көп қой. Жоқ, қағаз емес, 50 теңге, 100 теңге. Ондай жоқ, қызым. Оны қайтесің? Жұтам. Жұтам? Жұтқан несі? Егер біз тиын жұтсақ, сіз келесіз. Әйтпесе келмейсіз. Раянды байқауса тиын жұтып жүр деп ойлайсыздар ма? Жаным ау. Ақылдым ау. Сіздердің осқалғандарыңызды білеміз. Осы уақытқа дейін жұмыста деп алдап келдіңіздер. Әуелгі болып кешірім сұраған нағыз батыр, алғашқы болып кешірген ең күшті, бірінші болып ұмытқан ең бақытты. Төртеуміз бірге батыр, күшті, бақытты болайықшы. Ақылдым.
бірінші Артур мен бірінші мен бірінші Алам. Сен жігіт емессің бе? Бірінші қызға жол беру керек. Иә? Ханшайым? Ханым? ойлаш, тиынның арқасында әкесі үйіне қайтып келді. Кеттік біз неге Жансая?